ойлану керек емес. Сен өзің жаңа жүрегіңнен айтқаннан кейін айттың ғой сен көп алғың керек. Менде вообще жоқ дос. Мектепте де, таеквондода да, сосын далада да жоқ. Аулада достарың бар ғой, сен мектептегі достарыңа не болды? Ренжіп қала береді олар. Сені ренжитіндей бір нәрсе жасаған шығарсың өзің, қызым? Жоқ, олар күнде айтады. Наны әкеп берші, наны алып берші, наны алып берші, наны алып берші деп. Оны алып Енді сөйлесіп дос болсаңдар, бұрынғы достарың, жақсы қыздар еді ғой достарың, қызым. Ал даладағы болса, олар вообще үндемей пранк жасай береді. Достарына бүгін Ашақ ренжіп отыр. Дос іздеймін дейді далаға шығып. Бірақ қызым далаға шыққан кезде танымайтын болады, ондай адамдармен дос болуға болмайды. Білесің ғой, сен? Тек қана ауланың қыздары болса, класстастарың, сыныптастарың болады, сосын қосымшада, спорт үйірмесіне барғанда, қосымшаларына барған кезде сол жердегі қыздармен, ұлдармен дос болуға болады. Бірақ көшедегі танымайтын ешкіммен дос болма, жақсы ма? Көшеде күн тебе. Мен күн қызбен, жұлдызым деген қызбен дос болдым ғой. Ол сенің сыныбыңда оқиды ғой, қызым. Ал танымайтын адамдармен дос болмаймыз, жақсы ма? Келістік па? Әкелбесті. Ол да Әкелбесті. Келістік па? Ешкіммен дос болмаймыз. Есіңде болсын, қызым, жақсы ма? Танымайтын адамдармен дос болмаймыз. Ито жұлдызым дегенше, неге аста тұрады ғой. Сыныптасың ғой ол сен. Сәлем достар, мен бүгін мама екеуміз демалыс күндері магазинге барайын жатыр. Мамамды күтіп тұрмын. Мамам қазір мен үйден шығады. Тұздырға жүздендер. Қазір мен мамамды күтіп тұрмын, өткені мен ерте шығып кеттім, өткені мамамды күту үшін. Таза күшті болып тұр. Сол үшін ғой мен шыққан. Бискетті соткалы әлі мен 2-ші класс кезде сотқа берген жоқ. Давай екеуміз дос боламыз. Дос болғым келеді. Бірақ мамам бүтін адамдармен дос болма деп айтады. Сен вообще подругалармен дос болмайсың ба? Ой, дос керек қой, солай дос боласың ғой адамдармен, көшедегі любой адаммен. Қалай сен ішің піспайды олай дос болмай жүріп? Мама келіп жатыр, мама. Неге ашып кетті? Мамам тұрмын, қолым ба не? Наршақ, ой, әрең шықтым, жүр. Көп күтіп қалдың ба, қызым? Әрең шықтым ба? Мен сол пока үйде шыққанша, лифтта тұрып қалдым, айтпақшы, лифт жасамай қалдым. Помнишь, сен алдында да бір лифтқа тұрып қалып едің ғой? Лифтқа тұрып қалдық. Достар, қалайсыздар? Бүгін Аянат Асылназ Наршақ каналы. Қош келдіңіздер. Біз бүгін Наршақ екеуміз выходной күнге екеуміз магазин аралаймыз деп шештік. Бізбен бірге болыңыздар. Наршақ не таңдайтын көреміз бүгін. Кеттік, қызым. Сен осы жерде күте тұр, мен пакетімді ұмытып кетіппін ғой мен базардан. Тез алып шыға қойын. Наршақ, ешқайда кетіп қалма, хорошо? Қандай жағдай болса да осы жерде кездесеміз, хорошо? Мына кіретін жақ, мен кеттім онда. Давай, қызым. Мен кеттім Наршақты тастап.
қазір келем. Мама, қашан келеді? Мен жаңада сен досыммын ғой. Мамаң келеді дегенде қашып кеткен. Иә? Міне менмін ғой. Сен жаңа кукласында шашың өзгеріп кетті ғой. Мен мамам бұндай куклалармен не істеме дейді ғой маған. Маман айта береді. Білесің ба? Дос болсаң, зато сен көңілді жүресің. Так что давай, сен менімен бірге бар. Сен осындай әдем мен сияқты кукла болғың келе ма? Ол үшін менімен бірге онда бар. Мысалы, сен өзің жүрегіңді тыңдашы, кукла болғың келе ме деп. Я, конечно, мен кукла болғым келеді. Онда сен менімен бірге куклалар әлеміне бар. Ол жақта сен сабақ дайындамайсың, ештеңке жасамайсың. Тек қана ойнайсың, тамақ жейсің. Ол өміріне болды. Керек қой ол барлығы. Кеттік, мен артымнан жүр. Тұр, ойлану керек емес. Сен өзі жаңа жүрегіңді айтқаннан кейін айттың ғой сен куклаң керек. Мен заманивать етуім керекпін ғой. Қазір суға берейін деген кезде ол сразу, я, онда ол мен досым ой деп ойлаймын. Мен қазір онда саған суға келейін да. Мен дұрыс емес еттім. Мен мамам айтқан тыңдауым керекпін. Қайта ана жаққа баруым керек. Келеді. Мамам айтқан жағдай болсын. Мен анаға жерге баруым керек. Мен сол кітапқаным үшін негізі. Ана қыз айда. Манасын тыңдай береді. Қандай қыз ол? Слишком ақылды екен. Ондай қыздарға өтпейді. Біріншісінде наивный деп ойласам, жарайды, келесі жерді табайын. В общем, достар, бүгін бір түрлі жағдай болған, я, Нашақтың ізінен бір қыз келіп, кукла, я, еще Нашақ ол, я, Нашақты алып кеткісі келген ғой, соны әбден андай қылған ғой, заманивать еткен ғой, сабақ оқымайсың, куклалармен бірге тұрасың деп, сосын мен Нашақтың айтқаны есімде қалған, я, Нашақ сен айтқан, не деп айттың Нашақ оған? Бармайым деп айтыпты, мамам ешқайда кетпесін деп айтты деген. Сонымен жаңа жүгіріп жылап кетті, мен неден базардан шықсам. Сонымен екеуміз тез таксиге отырдық та, үйге бара жатырмыз. Сондықтан достар, ешқандай біреулер келіп алдаса сіздерді конфет алып берем, немесе ойыншық алып берем, сабақ дайындамайсың біздің үйде, тек соткамен планшет ойнайсың деп алдаса, сенбеңіздер, біздің Нашақ сияқты солай жасаңыздар сіздерде.